сабағымыз Bloom таксономиясы және бағалау критерийлері. Bloom таксономиясы және бағалау критерийлері. Bloom таксономиясы және бағалау критерийлері. Яғни біздің қарастыратынымыз ойлау дағдыларының деңгейлері, Bloom таксономиясына сәйкес оқу мақсаттары, критериалды бағалаудың немесе критериалдары және ерекшеліктері. Бізде Bloom таксономиясы дегеніміз, яғни Bloom ережесі деген сөздер. Бізде қазіргі қазақ тілінің әдебиетін болсын, қандай пәнде болсын, білім беру реформасында жаңартылған білім беру мазмұны өзгертілді. Бұл жерде мақсаттар дайын. Сократ айтқан жақсы мұғалім ол білімді беретін адам емес, ол оқушыдан білімді алатын адам. Яғни қазір бізде мұғалім тек қана бағыттаушы, бағыт беруші, ал оқушы сол ойлау қабілеттеріне ие тұлға. Енді ойлау қабілеттеріне ие Bloom таксономиясы ойлау дағдыларының деңгейін анықтайды. Білім алушы жаңылысу жағдайына сәтсіздіктерге ұшырауы тиіс. Ойлау мен түсіну, белгісіздік, қиындық, түсінбеушілік, қателік пайда болған жерде ғана басталады. Оқытушының міндеті осы белгісіздіктер мен қиындықтарды шешу үшін дұрыс оқу мақсаттары мен тапсырмаларын қоя білу керек дейді. Бізде қазір мектеп бағдарламасында, яғни сіздер болашақ ұстаз ретінде ең бірінші мұғалім сабаққа кірген кезде, қай пәннен болсын кірген кезде ең бірінші жоспар болу керек. Сол жоспарға қарай сабақ өтіледі. Осы сіздер жас маман ретінде барғанда келесі жылы практикаға барамыз. Практикада да біздің мұғалімдер, бұл мектептегі мұғалімдер, бұл студенттер бізге екінші курс, я үшінші курс, я төртінші курс деп қарамайды. Сіз бардыңыз, мектеп табалдырығын аттадыңыз, тәжірибе жинақтаушысыз, сүрінесіз, қиындықтан да өтесіз, қателіктер жасайсыз. Сол қателіктердің барысында сіз үйренесіз. Біздің берген теориялық білімімізбен қатар практиканы да ұштастырасыздар. Оқытушының міндеті осы белгісіз қиындықтарды шешу үшін дұрыс оқу мақсаттары мен тапсырмаларын қоя білу. Яғни мектепте мұғалім дұрыс тапсырманы, бұл критерийлерді тапсырма барысында біз мақсатқа жете алдық па, осы критерийлерді орындадық па, сол мәселе қаралады. Аудиторияға кірер алдында өз алдыңызға қандай мақсаттар мен нақты тапсырмалар қою қажет деп ойландыңыз ба? Олар бір-біріне қалай байланысты болуы керек? Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізе алатындығын тексеруге болады. Жаңағы мен айтқан мәселелер. Енді мына Бенджамин таксономия, яғни ереже, немесе ұстаным. Бұл Чикаго университетінің профессоры критерийлерді жіктеу, жүйелеу, топтастыру деген біледі. Енді бұл ең бір үш кезеңге, Bloom таксономиясы ойлау дағдыларын үш кезеңге бөлді. Ол үш кезеңдері, яғни ең бірінші кезеңі білу. Бірінші кезеңі білу мен түсіну. Екінші қолдану мен талдау. Үшінші жинақтау мен дұрыс құру үшін, бағалау құралдарын дұрыс таңдау үшін, оқыту нәтижелері бойынша кері байланысты жүргізу үшін. Білу. Ең бірінші кезекте біз білу дедік. Білу бұл ойлау дағдыларының деңгейі. Яғни бұл білу деңгейінде бала не істей алады.
бала қандай мақсатқа жетеді, яғни бұл ең төменгі деңгейі. Ең жазушы сақталған тексеруге бағытталады. Оқу материалдары мен деректерді еске түсіреді. Яғни оқу материалдары мен деректерді еске түсіру дегеніміз осы уақытқа дейінгі аялық білімін анықтайды. Мысалы, білу деңгейінде сұрақтар қандай, тапсырма қандай? Сұрақтар. Осы білім деңгейінің тапсырмаларына зат есімге анықтама беріңіз. Математикадан болсын, наборниктің мәнін табыңыз. Биологиядан тіршілік иелері жіктелетін екі категорияны атаңыз. Берілген анықтамаға мысал келтіріңіз. Тапсырма да, сұрақ та қарапайым. Екінші, біздің келтірілген мәліметті кесте бойынша көрсетуі. Интерпретация дегеніміз бұл мағынасы түсіну деген сөз. Жорамалдау. Оқу материалдары бойынша әңгіменің әрі қарай не туралы болатындығын, оның салдары мен нәтижелерін болжау. Осы қандай деңгей? Ойлау деңгейіне жаңағы қай деңгейіне жататынын анықтаймыз. Сол жерде жазылады. Енді түсіну деңгейінің сұрақтар мен тапсырмалары. Шығарманың сюжетіне нені түсіндіңіз? Адам кішкене білуден түсінуге, яғни жеңілден ауырға қарай аяқ басты. Тапсырмалар. Түсінгеніңізді өз сөзіңізбен айтып беріңіз. Зерттеу жағдайда және мүлдем жаңа ситуацияда қолдануды меңзейді. Мұндай ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, теорияларды практикалық тұрғыдан қолдану кіреді. Оқу нәтижелері түсіну деңгейіне қарағанда материалды тереңірек игеруді талап етеді. Мұны жаңа айттық, енді түсінген және осы шығармадағы автордың орнында болса не істедіңіз? Мына сөйлемді өз сөзіңізбен аяқтаңыз деген тапсырмалар және берілген сөздің әрпін қолданып сөйлем құрастырыңыз. Мына кілт сөздерден сөйлем құрастырыңыз. Мына сөз тіркестерінен кішкене шағын әңгіме құрастырыңыз. Бұл категоризмның сезілумен қатар оның ішкі құрылысын қалайша құралатындығын меңзейді. Талдаудың сұрақтары мен тапсырмалары. Талдау таныммен ойлаудың жоғары деңгейі. Бұл оқиғалардың қайсысы шын мәнінде болған, қайсылары жалған. Тапсырмаларына келсек, бұл коллекциядағы минералдарды 3 белгі бойынша бөліңіз. Жаңа нәтиже ретінде оқу материалдарын мүлдем өзгеше ететін хабарлама, жұмыс жоспары, схемаларды атауға болады. Мұндай оқу нәтижелері жаңа мазмұн мен жаңа құрылымдарды жасып шығаратын шығармашылық әрекет. Союздың көксерек әңгімесіндегі көксеректің орнында болсаңыз сіз не істедіңіз? Көксеректің монологы. Ол да жинақтау. Бағалау. Таным мен ол деңгей алдыңғы категориялардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуді меңзейді. Енді бағалаудың тапсырмаларына келсек, поэманың екі басты кейіпкерін салыстырыңыз. Әділетсіздікті түзету үшін қандай күш қолдану қажет? Яғни білу деңгейіне келетін болсақ, біз оның тапсырмалары қалай жазамыз? Еске түсіріңіз, анықтаңыз, мақұлдаңыз, қайталаңыз, атап шығыңыз, сызып шығыңыз, ұсыныңыз, табыңыз. Түсінудікі аудару, қайта. Өз идеяңызды көрсетіңіз, өз идеяңызды келтіріңіз, жазбаша көрсетіңіз. Және мына сөздерді пайдаланып әңгіме құрастырыңыз. Талдауда ажырату, саралау, үміт арту, даулау, жатқызу, салыстыру, тәжірибе. Дәлелдеу. Міне осы пайдаланып сұрақ
не тұспалдан не үлгісі болып табылады, басқаша қалай түсіндіруге болады. Мен мұны өз сөзіме сипаттайын. Аламында қолдануда бұл қалай пайдаланады, бұл немен байланысты, қандай жағдайларда деген сұрақтарды қою арқылы сұрақтарды бастырамыз. Егер бұл іске жинақталады, ал соңғы жоғары деңгейінде бағалауда бұл жақсы ма және неліктен, бұл қисынды ма және не себепті бағалау, яғни салыстыру. Бұл көркем шығармаларда бағалау. Автордың орнында болғанда сіз не істерсіз, оқиғаны қалай аяқтайсыз, қандай баға берер еді. Біз енді егер тапсырма ретінде мақсатты біз қайдан аламыз? Мақсатты оқу бағдарламасынан аламыз. Оның бәріңізге жеке жіберемін.